Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақстан тарихы пәнінен келесі бір тақырып орта ғасырдағы Оғыз мемлекеті мен Қимақ қағанаты. Бүгінгі тақырыпта оқушылар біз Оғыз мемлекеті қалай пайда болды, оның сыртқы мен ішкі саясаты қалай болды, және де Қимақ қағанатының тарихы мен оның ішкі және сыртқы саясатымен танысатын боламыз. Бірінші біз қарастыратын мемлекет оқушылар бұл Оғыз мемлекеті өмір сүрген уақыты бізде байқасаңыздар уже ғасырмен беріледі. Даже мынау ұбт-да келген кезде де тек қана ғасырмен беріледі. Бұл мемлекеттің нақты жылдары құрылды, мынау жылдары құлады деген деректер жоқ, иә. Мысалы алдындағы біз өткен түрік қағанаты болсын, түргеш болсын, барлығы жылмен беріледі, ол нақты, иә. Түргештер мысалы 704-756 болса, ал мынау Оғыздарда ғасырмен, 9 ғасырмен 11 ғасырдың ортасы. 9 ғасыр деген 800 жылдар, 11 ғасырдың ортасы дегеніміз бұл 1050 жылдар шамамен. Кеттік. Оғыз мемлекетінің құрылуы. Жалпы Оғыздар жайлы деректер бізде араб тіліндегі шығармаларда кездеседі екен. Дәл осы арабтардың шығармаларында кімдерін десек, бізде тарихшы Әл-Якуб пен географ Әл-Фақихтың осы деректерінде Оғыздардың мемлекеті болған туралы деректер көптен көп кездеседі екен. Сонымен қатар Оғыздар туралы бізде орыстар да өздерінің жылнамаларында көптеген деректер қалдырып кеткен. Мысалға, орыстардың деректері бойынша оқушылар осы Оғыз тайпаларын олар торықтар деп атаған екен. Осындай бір қызық дерек бар. Сонымен қатар Оғыздардың тарихы бізде Оғызнама деп аталатын эпикалық шығарма бар. Дастан, иә, осы дастанда тоже Оғыздардың мемлекеті болған жайлы жазылған екен. Енді біз айттық, араб деректері, орыс деректері және Оғызнама атты шығармасында Оғыздар туралы жазды. Енді не жазды? Соған тоқталып кетейік. Ең бірінші дерек Оғыздар жайлы олардың негізгі қалыптасқан аймағы оқушылар бұл Жетісу аймағы екен. Біз алдыңғы сабақта айтып едік қой, мысалы Қарлұқтар бізде ұйғырлардан қашқаннан кейін Жетісу жеріне келгенде ең алғашқы олардың қарсыластары осы Оғыздар болды, иә, мінекей. Бізде 8 ғасырдың екінші жартысында Қарлұқтар мен күрес нәтижесінде Оғыздар Жетісу жерін тастап Сырдария бойы аумағына қоныс аударған екен. Сөйтіп Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал бойы аумағын басып алған болатын. Сөйтіп уақыт өте келе 9 ғасырдың соңына қарай олар Хазар қағанаты деген мемлекет бар ғой, бізде батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін айтып едік қой. Кавказ бен Еділ бойында құрылған мемлекетпен одақтасып, батыс Қазақстан аумағында нақтылап айтатын болсақ, Еділ мен Жайық деген өзендер бар. Сол өзендердің аралығында печенектер деген түрік тектес тайпалар өмір сүрген. Соларды бағындырады екен. Яғни Хазар мен Оғыздар бірігіп печенектер талқандайды. Өйстіп енді печенектер талқандағаннан кейін бізде оқушылар осылайша Оғыз мемлекеті пайда болады. Бұған дейін олар 9 ғасырға дейін оларда мемлекет емес, жай ғана тайпалық одақтар болды. Бір тайпалар жиналып өмір сүрді, иә, мемлекет болған жоқ. Печенектер талқандады, содан бастап қана бізде Оғыз мемлекеті пайда болған екен. Орталығы бізде Сырдария өзен бойындағы Янги кент қаласы болған. Мына жерде бізде Оғыздардың жалпылама территориясы мінекей печенектер талқандағаннан кейін солтүстік батыс Жетісу, Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал бойы және де Еділ мен Жайық өзендерінің аралығы. Еділ мен Жайықты кімдер талқандағаннан кейін иемденіп алды? Печенектерді талқандағаннан кейін, иә. Оғыздардың мемлекеттік құрылымы, жалпы бізде Махмұд Қашқари деп айтып едік қой, өткен сабақта 11 ғасырда өмір сүрген ғұлама ғалым, осы түрік тайпаларының тарихын зерттеген. Оның деректері бойынша жалпы Оғыздар 24 тайпадан тұрып, екіге бөлінген екен. Бозоқтар және үшоқтар, немесе бұзықтар мен ұшықтар деп. Соның ішінде бұзықтарының беделі мен артықшылықтары көбірек болған екен. Бұл мемлекеттің бас билеуші лауазымы жабғу деп аталды. Мысалы, мынау түргештерде қаған болса, түрік қағанатының қаған болса, Оғыздарда ябғу, яғни жабғу болған екен. Жабғудың өзінің қасындағы орынбасарлары, көмекшілерін күл еркіндер деп атаған, әскер басшыларын сүйбашы деп атаған. Қолбасшы, сүйбашы екеуі ұқсас, жаттағанға да оңай. Ал осы Оғыздардың хан тағында отырған ябғулардың мұрагерлерін олар иналдар деп атады. Сол иналдарды тәрбиелейтін арнайы жасақ болып, оларды атабектер деген, атабектер деп былайша айтқанда, сол иналдарды тәрбиелейтін мұғалімдер, оларға тәрбие беретін, жалпы билікке қалай келу керек, соның барлығын үйрететін бізде атабектер екен. Келесі, енді сыртқы саясаты, біз Оғыз мемлекетінің сыртқы саясаты басым екенін білеміз оқушылар. Неге десеңіздер, біріншіден Хазарлармен одақтасып 9 ғасырдың соңында печенектер талқандаса, уже 10 ғасырға таман нақты жылмен 965 жылы орыстармен, яғни Киев Русимен одақтаса отырып, Оғыздар Хазар қағанатын талқандайды екен.
Қазар қанатының өмір сүруін тоқтатады 965 жылы. Кейін уақыт өте келе тағы 20 жыл өткеннен кейін тағы да Киев Русьмен одақтасып, нақты бізде Владимирмен одақтасып, Киевтің князі уже Еділ Бұлғариясын талқандайды екен. Еділ Бұлғариясын тоже батыс тұр қанаты құлағаннан кейін Еділ өзен бойында Еділ Бұлғарлар бөлініп кетті деп еді қоя, сол мемлекетті 985 жылы талқандайды екен. Сөйтіп бізде 10 ғасырда жалпы Сырдариядан бастап Кавказға дейінгі бүкіл аумақ Оғыз даласы деп аталып кеткен екен. Мемлекеттің құлау тарихы оқушылар бұл тоже ішкі саяси жаңағы дағдарысқа байланысты екен. Мысалға бізде оғыздардың сыртқы саясаты басым болды дедік қой, көптеген мемлекеттермен соғысты. Енді соғысу үшін біріншіден әскери тамақ керек, қару-жарақ керек, былайша айтқанда не керек? Ақша керек. Ол ақшаны оғыздар кімдерден алды? Оны халықтан салық ретінде алды. Сөйтіп бізде оғыздардың 24 тайпадан тұрды дедік қой. Сол тайпалардың ішінде бізде Салжұқ деген тайпасы болған екен. Сол Салжұқ тайпалары мынау оғыздардың жабғуларына, билеушілеріне қатты наразы болып, көптен көп көтерілістер ұйымдастырады екен. Сөйтіп көтерілісшілер мынау мемлекеттің билігін әлсіреуіне жеткізіп, бірақ дегенмен Шахмәлік жабғу билік еткен тұста оғыздар қайттан күшейіп, Хорезм деген мемлекетті жаулап алады 1041 жылы, бірақ алайда 2 жыл өте келе уже 1043 жылы Шахмәліктер Салжұқ тайпалары ұстап алып, тұтқынға түсіріп, одан кейін өлтіреді екен. Осылайша бізде Шахмәлік жабғу қайтыс болғаннан кейін, Оғыз мемлекетінің соңғы билеуші қайтыс болғаннан кейін, Оғыз мемлекеті өмір сүруін тоқтатады екен. Ал бұл мемлекетті нақты жаулап алған кімдер десек, бұл Қыпшақ тайпалары екен. Яғни 11 ғасырдың ортасында, көрдіңіздер ме? 1043 жылы бізде оғыздарды солтүстік шығыстан Қыпшақ тайпалары жаулап алып, бүкіл оғыздардың территориясы Қыпшақтарға өтіп кетеді екен. Сөйтіп оғыз тайпаларының біршама бөлігі Шығыс Еуропаға, жаңағы Каспийдің үстімен, және де кейбір бөлігі Кіші Азия жерімен Еуропаға барып, сол жақта кейінірек Осман империясы негізін қалайды екен, осы Салжұқ тайпалары. Мынау картада оқушылар мінекей жасыл түспен бұл Оғыз мемлекетінің территориясы. Негізінде бастапқыда олардың қалыптасқан жері мынау Жетісу аймағы ғой, Балқаш өзені маңында. Қарлұқтар келді де оғыздарды ығыстырды мынау Арал теңізі бойына. Кейін мінекей печенектер деп тұр, онақта Еділ және Жайық өзені аралығында печенектер мынау Розовый мен Қазар қағанатымен одақтасып отырып талқандап, 965 жылы Қазар қағанатын Киев Русьмен одақтасып талқандап, 20 жыл өткеннен кейін 985 жылы уже тағы да Киев Русь Владимирмен одақтасып, Еділ Бұлғариясын талқандап, барлық Қазар, Еділ Бұлғариясының территориясының барлығы оғыздарға көшіп, айттық қой, мынау Кавказ жері, Каспийдің артқы жағы, мынау Каспийдің батыс бөлігі бізде Кавказ деп аталады, толығымен оғыздарға өтіп кеткен екен. Орталығы мінекей бұл бізде Янгикент қаласы екен. Ал мынау сызықшалармен бізде оғыз тайпаларының Қыпшақтар басып алғаннан кейінгі қашқан жерлері, яғни Кіші Азияға, одан кейін Шығыс Еуропаға қашқан жолы. Мынау территория бізде Қазақстанның солтүстік, орталық, шығыс бөлігінде бұл Қыпшақтар екен, Қыпшақтар басып алды. Келесі мемлекет біз қарастыратын оқушылар Қимақ қағанаты. Бұл мемлекеттің тоже өмір сүрген уақыты бізде ғасырмен беріледі екен. Нақты 9 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басы. Бұлай қарап қарасаңыздар, Оғыз мемлекетімен өмір сүру уақыты ұқсайды, екеуінде де 9 ғасырда, құлауда 11 ғасырда. Бірақ разница бар. Ол қандай разница десеңіздер, Оғыздарда 11 ғасырдың ортасында құлайды, ал Қимақтар 11 ғасырдың басында, яғни Қимақтар бірінші құлайды. Одан кейін барып Оғыздар құлайды. Мынау нәрсе өте маңызды оқушылар. Тек қана осы 9 бен 11 жаттап алсам болды емес, міндетті түрде қайсысы басында, қайсысы ортасында құлаған міндетті түрде білу керек сіздерге. Қимақтар туралы бізде оқушылар араб, парсы, түркі және Қытай деректерінде айтылған, және ол деректерде жалпы Қимақтар батыс Моңғолия жерінде өмір сүріп, батыс түрік қағанатының құрамында болған дейді. Кейін олар батыс Моңғолия жерінен бізге Алтай тау бөктеріне және Ертіс өзенінен, былайша айтқанда Қазақстанның шығыс бөлігіне көшіп кетеді. Көшу өзінің себептері бар, қазір оларға нақты тоқталатын боламыз. Ал жалпы мемлекет пайда болмастан бұрын бірінші тайпалық одақ пайда болды. Ол тайпалық одақтың пайда болуы бізде 656 жыл болады екен. 656 жылы мынау Қимақ одағы бізде батыс түркілерден бөлініп, осы Қимақтардың бас билеуші Шат Түтік деген лауазымды алады екен. Аударған кезде ежелгі түрік тіліндегі көсем басшы деген мағынаны білдіреді.
Енді батыс Моңғолия жерінен қимақтардың Қазақстанның шығыс бөлігіне Ертіс өзенінің бойына көшу себептері бұл жайылымдардың қажеттілігі, өйткені олардың басты шаруашылығы мал шаруашылығы болды, көшпелі. Одан кейін Енисей қырғыздармен болған қақтығыстар және де ұйғыр қағанатының қысымы екен. Жалпы бізде ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін 840 жыл оларды бізде кімдер құлатып еді? Енисей қырғыздары мен қарлұқтар бірігіп, сөйтіп ұйғыр қағанатының біршама тайпалар осы қимақтарға қосылып кетеді екен. Сөйтіп жалпы бізде осы ұйғыр қағанаты құлайды, одан кейін 9 ғасырдың соңында бізде қимақ қағанаты, яғни мемлекет пайда болады. Және де осы бұрын шат түтік болған бас билеушісі қаған деген лауазымды иеленеді екен 9 ғасырдың соңынан бастап. Сөйтіп жалпы қимақ қағанаты жалпы 7 тайпадан тұрған, мұны міндетті түрде жаттап алыңыздар, 7 тайпадан тұрды, және де осы 7 тайпаның ішінде жаңағы қимақтардың өзі де болды, және де ең басым болған тайпа бұл Қыпшақ тайпасы екен. Жаңағы 7 тайпаның ішіндегі ең көбі болған бұл Қыпшақтар екен. Мемлекеттің орталығы Ертіс өзенінің бойындағы Имақия қаласы болды. Бұл мемлекеттің ішкі саясатындағы басты бізге білу керек дерек оқушылар мемлекетті қаған 11 иелікке бөлген екен. Мысалы бізде жаңағы Қазақстан Республикасы 17 облысқа бөлсе, сол кезде қимақ қағанатты 11 облысқа бөлген. Ол облыстар иелік деп аталды. Иелікті кез келген адамға емес, осы мемлекетке әскери қызметте еңбек сіңіргені үшін маңайындағы қызметкерлерге тағайындаған болатын. Кейін бірақ бұл осындай бір саясаты қимақ билеушісінің өзінің кері әсерін тигізеді. Оны қазір алдағы уақытта тоже қарастырамыз. Шаруашылығына тоқтала кетейік. Бізде араб ғалымы Әли Идрисидің деректері бойынша қимақтардың 16 қаласы болған екен. Бұны тоже міндетті түрде жаттап алыңыздар. Және де бұл қалалардың барлығы Ертіс өзені мен Алакөл аймағында орналасқан. Негізгі шаруашылығы оқушылар көшпелі мал шаруашылығы болды, ал діндері олардың тәңіршілдік болды. Өйткені бізде араб шапқыншылығы кезінде бірінші оңтүстік Қазақстан жерінде тарады, ислам мәдениеті. Ал одан кейін барып көп уақыт өткеннен кейін ғана бізде Қазақстанның басқа өңірлеріне тарай бастайды екен. Сыртқы саясатына келетін болса, қимақтардың оғыздар секілді саясаты сыртқы ондай жақсы көп соғыстар болған жоқ. Жалпы бізде қимақтар оғыздармен бейбіт қарым-қатынаста болды. Ал 10 ғасырдың басында уже қимақтардың даласында, шекарасында тыныштық орнаған екен. Бұған дәлел бізде қимақ еліне келетін неше түрлі керуен жолдары және соның ішінде Ұлы Жібек жолында жатқызсақ болады. Егер қимақтар бізде басқа оғыздармен немесе соның солармен шектесетін Қарахан мемлекетімен соғысты деп айтатын болсақ, олар Ұлы Жібек жолы негізінде тек қана оңтүстік Қазақстанмен жүрді ғой, Қарахан мемлекеті және Оғыз мемлекетінің территориясымен. Егер ол мемлекеттермен қарым-қатынас жаман болса, сауда керуендері жіберілмес еді қимақтарға. Ал олармен енді жақсы қарым-қатынас болғаннан кейін бізде сауда байланыстары орнаған екен. Сол екі мемлекет, үш мемлекет арасында. Енді мемлекеттің құлауы оқушылар екі себебі бар. Бірінші, жеке жер иеліктерінің билеушілердің дербестікке ұмтылуы. Жаңа айтып едік қой, 11 иелікке бөліп, сөйтіп әрбір иелік басшысы оқушылар қимақ қағанатына бөлініп жеке мемлекет құрғысы келеді екен. Бұл орталық биліктің әлсіреуіне келіп, сөйтіп, айтып едік қой, 7 тайпаның ішінде Қыпшақтар ең көп болды деп. Қыпшақтар соны пайдаланып, оқушылар ішінен басып алды екен. Қимақтарды ішінен басып алып, толығымен қимақтардың территориясы Қыпшақтарға өтіп кетеді екен. Осылайша 11 ғасырдың басында қимақ қағанаты өмір сүруін тоқтатып, бұл қимақ қағанатының толығымен территориясы бізде Қыпшақ көсемдеріне өтіп кетеді екен. Енді мынау территориясы, жалпы картада қарасаңыздар, бұл негізінде Қазақстанның мінеке солтүстік бөлігі, шығыс бөлігі және де орталық аймақтар екен. Бұл мемлекеттің көршілестері, бұл оңтүстік батыс бөлігінде оғыздары, жаңа айтып едік қой, батыс Қазақстан аумағында, Арал теңізі, Сыр бойында деп, и астында Жетісу жерінде Қарахан мемлекеті болған екен. Орталығы мінеке мынау Ертіс өзенінің бойында Қимақ немесе Имақия қаласы. Жалпы оқушылар, бүгінгі сабағымды мынандай бір сөзбен аяқтағым келіп отыр. Роза Люксембург деген кісінің тұлғаның сіз басқаларға үйреткен кезде тезірек және жақсырақ үйренесіз. Енді бұл кеңес сіздерге. Егер тарихты жақсы және оңай тез меңгергілеріңіз келсе, онда өзіңіз оқыған тақырыпты қасыңызға, достарыңызға, немесе кез келген қасыңыздағы осы бірге оқып жүрген тарихты бірге меңгеріп жүрген достарыңызға бір-бірлеріңізге түсіндіріңіздер. Осылайша сіздер тарихты оңай әрі тез үйрене аласыздар. Ал ендеше оқушылар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақ кездескенше сау, саламатты болыңыздар.